Баршаңызға сәлем достар, қалдарың қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Әр күніміз тек сәттілікке толы болсын. Достар, мен бүгін сіздерге осындай үйде қамырдан жасалатын өте әдемі, өте тойымды тамақтың түрімен жасалу жолымен бөлісемін. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыз, өте тойымды, өте дәмді, өте ерекше. Бісміллә деп, ең алдымен бізге електен өткізілген ұнымыз, су, жұмыртқа және тұз қажет. Қамыр елеп аламыз. Описаниеге рецепттің толық мөлшерлермен жазып кететін боламын. Суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспамызды ұнымызға құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты, әдемі қамыр болады. Қамырымыз қатты болғаны дұрыс, өйткені майды жағып, қамырды ораған кезде жабыспас үшін қатты қамыр өте әдемі болып шығады. Демалдырып болып, тағы да бір илесеңіз, өте әдемі қамыр болады. Содан соң қамырымызды пакетке салып, не болмаса бетін жауып, демалдырып қоямыз. Сосын етімізді әдемілеп тураймыз. Қатты ірі емес, қатты майда емес. Осылай турап аламыз. Жуып, жақсылап, қызып тұрған майға салып қуырамыз. 20 минуттай қуырғаннан кейін тағы да майдалап туралған пиязды салып, тағы да қуырамыз. Содан соң капустамызды ірілеу етіп, кубиктап тураймыз. Қуырылып жатқан ет пен пияздың үстіне салып, тағы да араластыра отырып қуырамыз. Картошкамызды ең соңында саламыз. Капустамызды қуырып болғаннан кейін бір қасық томат салып, араластырып, сосын су құямыз. Суымыз бәрінің бетін басып тұратын болады. Содан соң демалып тұрған қамырымызды жаямыз. Картошканы осындай ірілеу бөлшектерге бөліп тураймыз. Картошкамызды салып, тұзын, дәмдеуіштерін салып, содан соң қамырымызды жайып, қамырды екі бөлікке бөлеміз ортасынан. Өсімдік майын жағып, укропты, аскөкті майдалап турап, қамырдың арасына сеуіп шығамыз. Бір тексетіп, бір келкетіп сеуіп шығамыз. Кептірілген укроп, петрушка да жарайды. Осындай етіп, укроптарды салып болғаннан кейін қамырды әдемілеп ораймыз. Жіңішке болып оралады. Осындай етіп ораймыз. Екінші бөлігінде осылай май жағып, укропымызды салып, осындай етіп орап шығамыз. Мына осындай болады. Содан соң майдалы бөлшектерге осындай етіп бөліп аламыз. Майдалау етіп турап, қазанымыздың суына қараймыз. Осындай бетін басып тұру керек. Тұзын, дәмін көреміз де, қамырларды әдемілеп саламыз. Қамырларды салып болғаннан кейін, қақпағын жауып, баяу отқа 40 минутқа, 50 минутқа қалдырамыз. Өте әдемі, дәмді болады.
50 минут өткеннен кейін біздің тамағымыз дайын. Бірінші ыдысымызға осылай қамырларымызды шығарып аламыз. Содан соң бетіне салмағымызды, подливымызды салып, осылай көк пиязбен немесе ас көктермен сәндейміз. Өте дәмді, өте тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Достар, видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетейік. Қолдауларыңызды күтемін. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.